Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Аянбек Нұрсәуле. Бүгін сіздермен ақпараттық қорғау пәнінен ақпараттың қауіпсіздігі тақырыбында дәрісімізді өтеміз. Бүгінгі дәріс 7 жоспарда тұрады. Біріншісі кіріспе, ақпараттық құндылықтар қауіпсіздігінің негізгі бұзушылықтары, ақпараттық қауіпсіздікке қатысты түсініктер және олардың арақатынастары, 4-ші қауіпсіздік механизмі, 5-ші желілік қауіпсіздік моделі, желілік шабуылдар классификациясы, 6-ші қауіпсіздік сервистері және де соңғы ақпараттық жүйе қауіпсіздігінің негізгі принциптері. Кіріспеге тоқтала кететін болсақ, соңғы бірнеше онжылдықтар ішінде ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі талаптар елеулі өзгерістерге ұшырап отырды. Оның себебі ақпаратты өңдеудің автоматтандырылған жүйелерді кеңінен пайдалану алдында ақпарат қауіпсіздігі тек қана физикалық және әкімшілік шаралар арқылы қамтамасыз етіліп отырды. Компьютерлер келуімен деректер мен программалық орта файлдарының автоматты түрде қорғауды пайдалану және бағдарламалық қамтамасыз ету анық болды. Ақпарат тасымалданатын байланыс арналары көбінесе қорғалмаған болып келеді, және осы арнаға қатынас құру құқығы бар кез келген адам хабарларды қолға түсіре алады. Сондықтан тораптарда ақпаратқа айлакер жағынан шабуыл жасау мүмкіндіктері зор болып келіп отыр. Ақпараттық құндылықтар қауіпсіздігінің негізгі бұзушылықтары 3 түрге бөлінеді. Оның бірінші түрі ақпараттың ашылуы, екінші авторизациясыз өзгертуі, үшінші құндылықтарға авторизациясыз қолжетімділікті жоғалту. Ақпараттық қауіпсіздікке қатысты түсініктер және олардың арақатынастары. Бірінші осалдық, яғни жүйе ішіндегі шабуыл жасауға қолайлы, шабуыл жасауға төзімсіз жер. Екінші тәуекел, нақты осалдықты пайдаланып, нақты шабуыл жасалады деген ықтималдық. Үшінші қауіпсіздік саясаты. Ақпараттық құндылықтар қалай өңделетінін, қорғалатынын және мекеме ішіндегі ақпараттық жүйелер арасында таратылатынын анықтайтын ережелер, директивалар мен қабілеттер. Және төртіншісі шабуыл, яғни ақпараттық жүйенің қауіпсіздігін бұзатын кез келген іс-әрекет. Келесі қауіпсіздік механизмі. Шабуылды анықтайтын немесе тоқтататын бағдарламалық ақпараттық құралдар болып табылады. Сіздер қазіргі осы кестені дәптерлеріңізге түсіріп алыңыздар. Желілік қауіпсіздік моделі, желілік шабуылдар классификациясы. Барлық шабуылдар 2 классқа бөлуге болады, яғни олар пассивті және активті. Пассивті деп жаудың берілген хабарламаны өзгертуге немесе ақпараттық ағын ортасына өзінің хабарламасын кіргізе алмаған кезде бұндай шабуылды пассивті деп атайды екенбіз. Ал келесі жаудың жіберіліп отырған хабарламаны өзгертіп және де өзінің хабарламасын ортаға салуға мүмкіндігі болатын шабуыл түрін активті шабуыл деп атайды екенбіз. Активті шабуылдардың келесі түрлері бар. Олар қызмет етуден шығып қалу және де мәліметтер ағынының модификациясы. Келесі тоқталатын тақырыпша қауіпсіздік сервистері. Қауіпсіздік сервистері 6 түрге бөлінеді. Олар жасырындылық, аутентификация, тұтастық, қабылдамаудың жоқтығы, рұқсат алуды басқару, қолжетімділік. Қазіргі осы қауіпсіздік сервистерінің анықтамаларын дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Қауіпсіздік механизмдері тағы да 3 түрге бөлінеді. Олар симметриялы шифрлеу алгоритмдері. Ол яғни шифрлеу мен дешифрлеу үшін бір ғана кілт қолданатын және дешифрлеу кілті шифрлеу кілтінен оңай алынатын шифрлеу алгоритмдерін симметриялы шифрлеу алгоритмі деп атайды екен. Келесі симметриялы емес шифрлеу алгоритмдері. Бұл шифрлеу мен дешифрлеу үшін әртүрлі кілттер қолданылатын, бір кілтті біліп, екінші кілтті есептеп шығу
мүмкіншілігі жоқ шифрлеу алгоритмдерін атайды екен. Келесі үшінші хэш функциялар. Яғни бұл кіріс мәліметтер болып, кез келген ұзындықты хабарлама, ал шығыста шектелген ұзындықты хабарлама шығатын функция болып табылады екен. Келесі көріп отырғандарыңыз желілердің өзара әрекеттесу моделі. Осы кестені дәптерлеріңізге сызып алсаңыздар болады. Және де ақпараттық жүйе қауіпсіздік моделін көріп отырсыздар. Бұл мәліметті де дәптерлеріңізге салып алыңыздар. Ақпаратты жүйе қауіпсіздігінің негізгі принциптері 7 түрге бөлінеді. Олар ақпараттық жүйе қауіпсіздігі сол жүйе орнатылған мекеменің мақсаты мен рөліне сәйкес болу қажет. Екінші, ақпараттық жүйе қауіпсіздігін қамтамасыздандыру комплексті және түбегейлі амалдарды талап етеді. Үшінші, ақпаратты қауіпсіздік берілген мекеменің басқару жүйесінің бөлінбес бөлігі болу керек. Төртінші, ақпараттық қауіпсіздік экономикалық тұрғыдан ақталу керек. Бесінші, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыздандыру жауапкершілігі нақты анықталу қажет. Алтыншы, ақпараттық жүйе қауіпсіздігі периодты түрде қайта қаралудан өту қажет. Және де соңғысы, ақпараттық жүйе қауіпсіздігінің қамтамасыздануына социалдық фактор көп мән беріледі. Бүгінгі тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Түспеген сұрақтарыңызды маған жекеге жазыңыздар. Келесі үй жұмысы дәріс бойынша сұрақтарға жауап жазып, Moodle платформасына тіркеліңіздер. Назарларыңызға рахмет.